Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 2-ші сынып математика пәні 95-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін табуға берілген есептер. Бірінші есеп, есепті шығар. Әжем немерелеріне арнап көрпешелер тікті. Ол күніне 4 көрпешеден тігіп, 6 күнде бітірді. Әжем неше көрпеше тікті? Есептің шартын жазып аламыз. Күніне 4 көрпеше тікті, 6 күнде неше көрпеше тікті? Оны анықтау үшін бір күнде тіккен 4 көрпешені көбейтеміз 6 күнге. 4-ті 6-ға көбейткенде 24 болады. Жауабы 24 көрпеше тікті. Екінші есеп, есепті шығар. Әжем күніне 4 көрпешеден тігіп, бірнеше күнде 24 көрпеше дайындады. Әжем осы көрпешелерді неше күнде тігіп бітірді? Есептің шартын жазып аламыз. Күніне 4 көрпеше тікті, ал 24 көрпешені тіккен күні белгісіз. Оны анықтау үшін 24 көрпешені бөлеміз. Күніне 4 көрпешеден тікті. Демек 4-ке бөлеміз. 24-ті 4-ке бөлгенде 6 болады. Жауабы 6 күнде тігіп бітірді. Үшінші есеп, есепті шығар. Әжем 24 көрпешені күніне бірнешеуден тігіп, 6 күнде бітірді. Әжем күніне неше көрпеше тікті? Есептің шартын құрып аламыз. 6 күнде 24 көрпеше тікті, ал күніне белгісіз көрпеше. Оны анықтау үшін 24 көрпешені бөлеміз 6 күнге. 24-ті 6-ға бөлгенде 4 болады. Жауабы күніне 4 көрпеше тікті. Балалар, бірінші, екінші, үшінші есептер өзара кері есептер. Төртінші есеп, есепті шығар. 3 себеттің әр біреуінде 8 орам жіп бар. Себеттерде барлығы неше орам жіп бар? Осы есепке кері есептер құрастыр және оларды шығар. Ең алдымен есептің шартын құрып аламыз. Бір себетте 8 орам, ал 3 себетте неше орам жіп бар? Оны анықтау үшін бір себеттегі 8 орам жіпті көбейтеміз 3 себетке. 8-ді 3-ке көбейткенде 24 болады. Жауабы себеттерде барлығы 24 орам жіп бар. Осы есепке кері есептер құрастырамыз. Барлығы 24 орам, бір себетте 8 орам. Себет саны белгісіз. Оны анықтау үшін барлық 24 орамды бөлеміз бір себеттегі 8 орамға. 24-ті 8-ге бөлгенде 3 болады. Жауабы 3 себетке салды. Келесі есеп, 3 себетте 24 орам бар, ал бір себетте белгісіз орам. Оны анықтау үшін 24 орамды бөлеміз 3 себетке. 24-ті 3-ке бөлгенде 8 болады. Жауабы бір себетте 8 орам жіп бар. 5-ші тапсырма, амалдардың орындалу реті бойынша өрнектер құр. Олардың мәнін тап. А нұсқасы, бірінші бөлу амалы, екінші қосу амалы орындалған. Өрнекті жазамыз. 28 бөлу 4 қосу 16 өрнегі болады. 28-ді 4-ке бөлгенде 7 болады. 7-ге 16-ны қосқанда 23 болады. Жауабы 23. Ә нұсқасында бірінші азайту, екінші бөлу амалы орындалған. Сондықтан азайту амалын жақшаның ішіне аламыз. 16 бөлу, жақша ішінде 11 азайту 7 өрнегі болады. 11-ден 7-ні азайтамыз. 4 болады. 16-ны 4-ке бөлеміз. 4 болады. Өрнектің мәні 4-ке тең. Б нұсқасында бірінші көбейту,
екінші азайту амалы орындалған. Өрнекті жазамыз. 35 азайту 8 көбейту 3 өрнегі болады. 8-ді 3-ке көбейтеміз. 24. 35-тен 24-ті азайтамыз. 11 болады. Өрнектің мәні 11-ге тең. 6-шы тапсырма теңдеулерді шеш. X көбейту 9 тең 27. X мұндағы белгісіз сан. Оны анықтау үшін 27-ні бөлеміз 9-ға. X тең 3-ке. X-дің орнына 3-ті қойып теңдеуді тексереміз. 3 көбейту 9 тең 27. 27 тең 27. Келесі 24 бөлу y тең 3. Y мұндағы белгісіз сан. Оны анықтау үшін 24-ті бөлеміз 3-ке. Y тең 8 болады. Y-тің орнына 8-ді қойып теңдеуді тексереміз. 24 бөлу 8 тең 3-ке. 3 тең 3-ке. 7-ші есеп. Есепті шығар. Апам Наурыз мерекесіне арнап қоржындар тоқыды және оларды 4 сөмкеге бөліп салды. Егер әр сөмкеде 9 қоржыннан болса, апам барлығы неше қоржын тоқыды? Осы есепке кері есептер құрастыр. Есептің шартын жазып аламыз. Сөмке 4, әр сөмкеде 9 қоржыннан. Қоржынның саны белгісіз. Оны анықтау үшін сөмке санын көбейтеміз. Әр сөмкедегі 9 қоржынға. 4 көбейту 9 тең 36. Жауабы 36 қоржын тоқыды. Осы есепке кері есептер құрастыр. Кері есептер құрастырып көрейік. Сөмке саны 4, қоржын 36. Әр сөмкеде неше қоржын бар? Оны анықтау үшін қоржын санын сөмке санына бөлеміз. 36 бөлу 4 тең 9. Жауабы әр сөмкеде 9 қоржын бар. Келесі кері есеп. Қоржын 36, әр сөмкеде 9 қоржын бар. Сөмке саны белгісіз. Оны анықтау үшін қоржын санын әр сөмкедегі 9 қоржынға бөлеміз. 36 бөлу 9 тең 4 болады. Жауабы 4 сөмкеге бөліп салды. Кім жылдам? 8-ші тапсырма. Өрнектердің мәнін дұрыс тауып, қазақ халқының бірнеше ою өрнегін біліп ал. Бірінші өрнек 28 бөлу 4 қосу 25. Бірінші бөлу амалы орындалады, екінші қосу амалы. 28-ді 4-ке бөлгенде 7, 7-ге 25-ті қосқанда 32 болады. Демек 32-ші ол бізде 4 құлақ оюы. Келесі 45 бөлу 5 қосу 43 өрнегі. Бірінші бөлу амалы орындалады, екінші қосу амалы. 45-ті 5-ке бөлгенде 9, 9-ға 43-ті қосқанда 52 болады. Демек 52-ші ол құс қанаты оюы. Келесі өрнек 5 көбейту 7 азайту 22. Бірінші көбейту амалы орындалады, екінші азайту. 5-ті 7-ге көбейткенде 35, 35-тен 22-ні азайтқанда 13 болады. 13-ке қараймыз, демек бұл жапырақ оюы. Келесі 15 қосу 36 бөлу 4 өрнегі. Бірінші бөлу амалы орындалады, екінші қосу. 36-ны 4-ке бөлгенде 9, 15-ке 9-ды қосқанда 24 болады. Демек 24-ші ол қаз мойын деп аталады екен. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.